Мұндай акция енді бітеді, одан кейін тағы қашан болады деген болжам бар бізде. Ал 16 қазаннан бастап, қазір 2 қарашаға дейін жаңа инвесторлар қатыса алады. Бұрын акция алмаған. Иә, Kigok жылына 2 рет дивиденд төлейтін компания. Қазақстан нарығында ондай компания жоқ. Қазақстандық жаңағы SPO IPO-ларға қатысу арқылы бұл сен есікті ашасың да бұл әлемге. Біз теңгемен аламыз ғой, иә? Теңге. Kigok бұл теңге. Бұл теңгелік компания. Мен айтқан 4 үлкен брокерлер комиссияларын алып тастады. Электр энергиясын көбірек пайдаланамыз, иә? Светті пайдаланамыз, иә? Светті пайдаланамыз, яғни энергия көбірек, сол энергияны тасымалдау керек. Сол энергияны кім тасымалдайды? Kigok, иә? Армысыздар, бұл ашық самұрық жобасы, мен Абай Сейфулла. Бүгінгі спикерлеріміз Самұрық Қазына акционерлік қоғамы дамыту және жекешелендіру жөніндегі басқарушы директоры Салтанат Сәтжан ханым. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Сонымен қатар Арман Батаев, қаржылық ментор, қаржы саласының сарапшысы деп айтайық. Бүгін енді бір нақты тақырыптың аясында сөйлесеміз. Бұл қазір қоғамда талқыланып жатқан тақырып Kigok SPO, яғни Kigok компаниясының акцияларын сату, нарыққа шығару. Бірінші Салтанат ханым, қазір SPO деп жатырмыз. Бұған дейін IPO болған, халықтық IPO өте қатты таралған бір акция болды. Екеуінің айырмашылығы қандай, халыққа түсінікті болатындай бүгін айтайық. SPO деген не өзі? Жарайды, рахмет. Ең біріншіден бұл Kigok компаниясы. Kigok компаниясы бұл біздің жетекші энергетикалық компания, энергияны тасымалдайтын компания. Сондықтан да энергияны өндіреді, сол өндірілген энергияны тасымалдау керек. Сол Kigok осы энергияны тасымалдайтын компания. Kigok'тың IPO-сы 2014 жылдың желтоқсан айында өтті. IPO дегеніміз не? Яғни акцияларды тұңғыш рет нарыққа шығару деген сөз. Акциялар ешқашан нарықта болған жоқ, яғни 100% Самұрық Қазынаның иелігінде болды. Содан кейін 14 жылдың желтоқсан айында 10%-ын нарыққа шығарды бірінші рет. Оны IPO деп айтаймыз, ағылшын тілінен аударғанда Initial Public Offering, яғни бірінші рет нарыққа шығару. Яғни сол жылдан бері Kigok'тың акциялары нарықта. Яғни кез келген азамат болсын, кез келген инвестор болсын, тоға сол акцияларды нарыққа барып сатып алады, немесе сатып бере алады. Ал қазір SPO дегеніміз екінші рет шығарып жатырмыз. Тағы да қазір 10% нарықта, 90% Самұрық Қазынада. Тағы да қазір қосымша 5%-ын нарыққа шығарамыз. Сонда 15-те 85 болады. Иә, сонда 15-те 85 үміттенеміз деп. Мен оқып отырмын, 2 қарашаға дейін сатылым жүреді. Неге 2 қарашаға дейін, неге ары қарай созбайды? Одан кейін оны қалай алуға болады? Қазір енді менде акция жоқ. Алғаннан кейін не істеймін? Пайдасы қандай? Акция тұрақты табыс көзіне айнала ма? Жылына қанша рет пайдаланамын? Енді базалық сұрақтар. Қараңыз, енді Kigok'тың акциялары нарықта болғаннан кейін, және де қазір тағы да қосымша шығарылғаннан кейін, Kigok'тың акционерлері оларда сол акцияларды сатып алу ең біріншіден құқығы болған. Яғни егер мен Kigok'тың акцияларым болса, онда менде ең бірінші тұлға ретінде құқық пайда болады. Яғни 27 қыркүйектен бастап бір айдың ішінде сол Kigok'тың қазіргі акционерлері сол SPO-ға қатыса алатын еді. Ал 16 қазаннан бастап, қазір 2 қарашаға дейін жаңа инвесторлар қатыса алады. Бұрын акция алмаған. Бұрын акция алмаған. 16 қазаннан бастап, яғни 2 аптадан көп уақыт, 16 қазаннан 2 қарашаға. Негізінен халықаралық практикада SPO жасағанда ол 1-2 күн ішінде өтеді, немесе 1 түн ішінде өтеді. Біз неге 2 аптаға создық? Біз керісінше создық. Барынша азаматтарды тарту үшін, барынша мынандай қарапайым қазақстандықтар осы акцияларды алу үшін 2 аптаға осы SPO-ны создық. Қандай пайда бар? Кез келген азамат қазіргі кезде бір акцияны 1482 теңгеге сата алады. 1482 бұл баға. Мысалы қазіргі кезде Kigok'тың акциясы бүгінгі кезде 1530 теңге нарықта. Бұл дисконтпен 1482 теңгеге сатып ала аласыз осы SPO-ға қатысып.
қандай пайда болады? Кигок жылына 2 рет дивиденд төлейтін компания. Қазақстан нарығында ондай компания жоқ. Кигок сияқты дивидендтерді 2 рет жылына төлейтін компания жоқ, тек қана Кигок. Яғни Кигоктың акцияларын алғанда сіз 2 рет дивиденд аласыз. Және де қазіргі кезде Кигоктың акциясы 1482 теңге болса, SPO барысында оның әрі қарай өсу потенциалы бар дейміз. Яғни инвестициялық банкілердің, аналитиктердің, біздің болжам бойынша бір жылдың ішінде ол акция бағамы орта есеппен 1800 теңгеге өседі деген болжам бар. Яғни дивиденд бір бөлек, тағы да анау өсу потенциалы. Дивиденд пен өсу потенциалын қоссақ, бір жылдың ішінде 30-35%-ке дейін табыстылықты көре аласыз деген болжам бар. Қалай алуға болады? Қалай алуға болады? Енді акция алып жүрген азаматтар біледі, ал бұрын ондай тек ақшасын депозитте сақтап жүргендер оны түсінбеуі мүмкін. Қалай барып чек аламын ба әлде қайда деген сияқты. Негізінен қазір өте жеңіл брокерлік шотты ашу керек. Брокерлік шотты кез келген, бізде қазір цифрландыру өте жоғары деңгейде Қазақстанда. Мысалы, көптеген банклер, мысалы Кигок компаниясының SPO-сы саласында біз Қазақстанның ең үлкен 5 брокермен жұмыс жасаймыз. Бұл Халық Финанс, Freedom Broker, BCC Invest, Жусан Invest және Skybridge Invest. Мысалы, мен айтқан брокерлердің әрбіреуінде өздерінің қосымшалары бар. Тек қана телефон арқылы банкқа бармай-ақ брокерлік шотты ашуға болады. Сол брокерлік шотты ашып, осы Кигоктың акцияларын сатып алуға болады. Ол тегін, брокерлік шотты ашу тегін. Бірақ егер, мысалы, мәселен, егер брокерлік шот ашу қиын болса, тағы да бірдеңе болып жатса, онда табыс қосымшасы арқылы да Кигоктың акцияларын сатып алуға болады. Табыс деген бұл біздің халықаралық биржа жасаған әлеуметтік жоба, яғни брокерлік шотты ашпай-ақ кез келген азамат табыс қосымшасын өз телефонына жүктей алады, табыс қосымшасы арқылы Кигоктың акцияларын ала алады. Мысалы, ауылдарда тұрған адамдар үшін біздің Қазпоштамыз арқылы да Кигоктың акцияларын сатуға болады, мысалы. Сатуға болады. Қазпошта арқылы. Қазір 1482 теңге. Арман, енді мынау 1482 теңге деп жатырмыз. Енді бұл Кигокты тұрақты компания деп есептейміз ғой, енді Қазақстанда монополист, энергия тасымалдау бойынша, қателеспесем. Енді бізде азаматтар, сіз енді көп жұмыс істейсіз, азаматтармен акциямен айналысатын. Көбіне шетелдік компанияларды, технологиялық компанияларды таңдауға тырысады, олардың пайдасы көбірек деп. Ұлттық компанияларға, қазақстандық компанияларға сенім төмен болады. Акциясы түсіп кетеді, не болмаса арзандап кетеді, пайда жоқ деген сияқты. Ал қазір біздің ұлттық компаниялардың осы жағынан түсіретін пайдасы қандай? Халықаралық нарықта орны, тұрақтылығы жағынан сіз өзіңіз анализ жасаған кезде не байқайсыз? Әрине, бұл жерде бірнеше біз қараған кезде инвестиционный портфель ретінде қараймыз да, әр портфельда жаңағы нелер болады, агрессивный, жаңағы более консервативный дейді. Бұл мысалы Кигок, скажем, нелердің ішінде, акциялардың ішінде несі рискі азырақ. Өйткені мысалы біз көрдік, шетелдік акциялардың көбі биыл жылдың басынан бастап кейбіреулер 30, 40, 50, 70, 80%-ға дейін түсіп кеткендер болды. Өйткені ФРС ставканы көтеріп атқаннан кейін кейбір мысалы долг көп компаниялар өте қатты долгты төлеуге қиналады қарыздарын, сондықтан олардың банкротқа кету қаупі бар. Банкротқа кеткен жағдайда акция нөл болып қалады. Ондай мысалы адамдар тәуекелді алады, олар бірнеше еселеп ақша табылады, немесе ол қатты түсіп кете алады. Мына жерде мысалы Кигокта ол өзіңіз айтқандай тұрақты компания. Мына жерде қандай тарифы 5 жылға дейін белгілі. 28 жылға дейін. 26 жылдың соңына дейін тариф бекітілген. Бекітілген тариф, сондықтан біз қанша тариф қандай болатынын білеміз. Біз жақын арада, жақын жылда бұл жерге 50%-ға оның тасымалдайтын электр қуатын көбірек болатыны. Қазір мысалы 16 гигаватт тасымалдаса, осы 29-30 жылға дейін тағы да 8 гигаватт қосылады. Сондықтан бұл 50%-ға несі өседі, ал тарифы белгілі 26 жылдан кейін арқарай оны тарифін да өсіреді. Сондықтан мысалы егерде графиктерге қарасаңыз,
бұл кәдімгі дивидендный акция да. То есть егер де адам жылына 2 рет депозиттен алып тұрғысы келсе, онда Kigok шынымен өте ыңғайлы бір компания десе болады. Өйткені біздің елде тек қана осы компания 2 рет дивиденд төлейді. Басқа жоқ, жаңа айттыңыз ғой. Басқа жоқ, тек қана Kigok. Ал енді салыстырайықшы, мысалы, енді қарапайым азаматтар ақшасы артық болса, көбіне депозитте ұстайды, кэш бол үйде ұстайды. Осындай 2 рет дивиденд төлейтін компанияны алсаңыз, салыстырайықшы, мысалы үшін сіз 1000 акция алдыңыз Kigok'тан, не болмаса соған сай ақшаны, осыған тең ақшаны депозитте ұстадыңыз. Орта есеппен бізде депозиттердің барлығы пайыздар ұқсайды ғой. Бір-біріне қатты артық емес айырмашылықтары. 1%, 2%. Осындай бір математикалық есеп дейміз ба қалай? Осындай бір шамалап көрсек. Сіз бар. Сіз өзіңізде акциялар бар ғой, Kigok'тан аласыз, басқа компаниялардан аласыз. Басқа компаниялардан аламын. Kigok'қа алғашқы рет қатысайын деп жатырмын, шыны керек. Өйткені жаңағы осы SPO барысында келешекте тағы да қосылатын тасымалдау несін көрген кезде қуатты көрдіңіз, сізде есеп бар уже. Сондықтан бұл жерде потенциалын көріп тұрғаннан кейін қатысуға шешім қабылдадым. Бізде жаңа айтып өттім ғой, базовый ставка деген, қазір инфляция жоғары болғаннан кейін бізде депозит та 15-14% беріп тұр. Бірақ қазір мысалы биыл жылдың басынан бері инфляция 7,2, жылдың соңына мысалы 9-10% болады шығар. Сондықтан депозиттің да несі ақырындап түсе бастайды. Осыдан бір жыл бұрын депозит 9% беріп тұрды. Сол егер де солмен салыстырған жағдайда соңғы 10 жылда депозиттің орталамасы 11-12% болды. Егер де сонымен салыстырғанда дивидендтің кім төлейтін дивиденді Kigok'тың ол 14, 13 па қанша? Келесі жылы 11% болады, 10 немесе 11, ал былтыр 8% болды. Бірақ қараңыз, мен салыстырайын, мысалы қазір депозиттер енді үлкен береді, процент себебі Арман айтқандай, базовый ставка жоғары болғандықтан, мысалы қазір 15% берсін деп салыстырайық. Қазіргі кезде мен айтам, дивидендтік табыстық келесі жылы Kigok'тың 10%. Онда сұрайсыз, не үшін мен алам, 10%, маған депозит 15% береді, бірақ дивидендтен басқа Kigok'тың өсу потенциалы бар, яғни сіз акцияны не үшін аласыз? Акцияны алғанда екі себеп бар. Біріншісі дивидендтер төлейді, және акцияның өсу потенциалы бар. Қазіргі кезде 1482 теңге, 1482 теңге. Бір жылдың ішінде біздің аналитиктер, яғни бұл инвестициялық банкілердің тәуелсіз аналитиктердің болжамы, ол өте консервативный болжам. Себебі мысалы менің болжамым, Kigok'тың болжамы одан жоғары, 1817 теңгеге дейін өседі деген болжам бар. Яғни 1482 теңгеден 1817 теңгеге өсу бұл 25%. Сол 25%-ке дивидендтік табыстылықты қоссаңыз, 10-11%, ол 36%. Енді сол 36-35%-ті 15%-пен салыстырған. Яғни Kigok'тың осындай өсу потенциалы бар деген сөз. Енді неліктен өседі? Мынандай сұрақ, қараңыз, ол өте қарапайым. Мен кәпшат шығаротымды ренжімесін, есептеп отырмын. Қараңыз, Kigok ол өте қарапайым компания. Kigok не істейді? Kigok электр энергиясын тасымалдайды. Болды. Елді мекендерге, қалаларға үлкен электр желілерімен. Бүкіл Қазақстанға электр энергиясын тасымалдайды. Анау магистралды электр желілердің 70%-ның астамы бұл Kigok'тың балансында. Халыққа столбылардың бәрі жолдағы сіздердікі ғой. Халыққа мен барынша қарапайым түсіндіретінді, көшедегі екі қаланың арасындағы столбалар, сондағы жүргізілген электр сымдардың барлық сіздердің меншіктеріңіздегі, басқаруларыңыздағы желілер. Шатастырмау керек. РЭК деген бар, ол жергілікті электр компаниялар, ол Kigok'тікі емес. Kigok ол высоковольтный 500 киловольт, 220 үлкен магистральдық желілер. Қалалар арасында. Сондықтан да енді Kigok тек қана сол электр энергияны тасымалдайды. Қазақстан бізде енді біздің Қазақстанымыз өсіп жатыр, әр жыл сайын балаларымыз өседі, Қазақстан өседі, тұтынушылар саны көбейеді. Яғни тұтынушылар саны көбейгеннен кейін электр энергиясын көбірек пайдаланамыз, светті пайдаланамыз, яғни энергия көбірек, сол энергияны тасымалдау керек. Сол энергияны кім тасымалдайды? Kigok, Сондықтан да 1482 теңгеден 1817 теңгеге дейін ең
үлкен фактор неге өседі деген. Себебі тасымалдау көлемдері өседі. 22 жылмен салыстырғанда 24 жылы алдағы жылы 60%-ке өседі. 60%-ке. Яғни ана ең үлкен фактор бұл көлемдердің өсуі. Бұл бірінші фактор. Екінші фактор Қазақстан арқылы Ресейден транзит көбейіп жатыр. Ресей электр энергиясын Қырғызстанға транзит арқылы жүргізу. Сол транзиттің өсуі бұл екінші фактор. Және үшінші фактор бар. Кигоктың бірінші шілдеден бастап біздің Қазақстан энергетикасында көптеген өзгертулер енгізілді. Бірінші шілдеден бастап бізде бірыңғай энергия тұтынушы деген пайда болды. Яғни бұрын Кигок мысалы компания, бұл компанияға электр энергиясы керек, қасындағы станция бар, электр энергиясын өндіретін. Сол станцияға қосылады. Қазіргі кезде бірыңғай энергияны сатып алушы дегеніміз не? РФЦ деген компания бүкіл электр энергияны сатып алады да, оны Кигоктың желілері арқылы бүкіл тұтынушыларға таратады. Яғни тарифтерді, мысалы бұрын Батыс Қазақстан тарифі, оңтүстік Қазақстан тарифі мен салыстырғанда түрліше болса, қазіргі кезде бірыңғай электр энергиясын сатып алушы болғандықтан бүкіл тариф Қазақстанда бірыңғай. Бірақ сонымен қатар Кигоктың көлемдері де өсті. Кигоктың көлемдері өсті және де анау шығындары азайды. Сол шығындардың азаю есебінен де үшінші фактор сол өсу потенциалы. Өте қарапайым, көлемдер өседі, шығындар азайды және де транзит өсті. Сондықтан да осы факторлерге байланысты Кигоктың бай өсу потенциалы. 60% деп отырсыз. 22 жылмен салыстырғанда 24 жылы көлемі 60%-ға түсті. Арман, енді математикаға салайықшы, енді халыққа түсінді. 1480 мың акция алдыңыз, 1.480.000 теңге. Бір жылда төлейтін 2 рет дивиденд бар. 1000 акция алған адам сонда бір жылда және 2 жылда қанша ақша үстен пайда табатын болып тұр? Қараңыз, мына неден өсу әлеуеті жаңа 25% деді. Ол мысалы 1482 теңгеден егерде 25%-ға көбейтсең қанша? 400 теңгеде. Содан кейін оған қоса 2 рет дивиденд алады, үстінен 10% 140 теңге. Сонда 1000 акциясы бар адам, онда жаңағы 400 мың плюс 140 мың. Сонда 540 мың теңге. Бір жылда, бір жылда 540 мың теңге тұрақты. Енді ол акцияңыз көбейген сайын пайдасы да көбейе береді. Бір адамның шектеуі қандай акция алу? Шектеу жоқ. Шектеу жоқ, бірақ 5%-ды бүкіл қазақстандықтарға бөліп берсеңіздер болды ең бастысы. Енді қараңыз, енді әрине мынандай біз бүкіл адамды ең бірінші қамту керек қой енді барынша халықты. Біз барынша халықтың заявкаларын қамтимыз деп ойлаймыз. Мысалы азамат берді және де мысалы бір компания заявка берді. Бізде бірінші приоритет бұл қарапайым енді қазақстандықтардың заявкаларын қамту. Жеке тұлғалар. Жеке тұлғалар. Сондықтан да егер мынандай шектеулер жоқ, бірақ біз 15 миллион акцияларын шығарып жатыр, 15 миллион 294 мың 118 акция. Енді одан мысалы сұраныс одан көп болса, әрине бөлінеді, бірақ мынандай шектеулер жоқ. Нақты осынша акция деген шектеу жоқ, бірақ бірінші халыққа сатып аласыздар, одан кейін бірнеше пайыз аламыз деген компаниялар болса, оларды екінші орынға қоясыздар. Жалпы енді бұл жекешелендіру бағдарламасының аясындағы шара ғой. Кигок электр желілерін басқаратын енді стратегиялық компания деп айтайықшы. Ол болмаса, ол ұлттық қауіпсіздік мәселе. Енді бұны жекешелендіру қаншалықты дұрыс? Әлде ол 5% көп нәрсеге әсер етпей ме? Әрине. Мысалы бізде Кигок шында келешек қандай? Енді қазір 5%, келесі жыл тағы көбейеді. Жоқ. Сіз дұрыс айттыңыз, Кигок стратегиялық компания. Ұлттық қауіпсіздікке байланысты, сондықтан да әрине. Сондықтан да Кигоктың 75%-ы әрдайым сол мемлекетте болады, әрдайым. Мысалы неге 75? Себебі 75 ол блокирующий пакет дейміз, яғни ең бүкіл стратегиялық маңызды шараларды үкімет қабылдайды. Сондықтан да одан қазіргі кезде мысалы 10%, тағы да 5%, одан әрі мынандай жоспарлар жоқ, бірақ үлкен пайызы сол мемлекетте қалады. Мұндай акция енді бітеді, одан кейін тағы қашан болады деген болжам бар бізде? Кигок па, басқа компаниялар ма? Жоқ, Кигок
Кигоктың басқа болжам жоқ, болды, осымен бітеміз. Осы екінші қарашада бітесіздер, алып үлгердіңіздер деп айтамыз ғой, иә? А басқа компанияларда ондай жоспарлар? Бар, енді бізде жекешелендіру жоспары бар. Ол енді үлкен бағдарлама, 2020 қай жылға? 21-25. 21-25. Иә, ол үкіметпен бекітілген. Мысалы, бәрі жақсы болса, нарықтың жағдайлары жақсы болса, келесі жылы Эйр Астана компаниямыздың IPO-сын жасаймыз деп үміттенеміз, иә? Егер нарықтың жағдайы жақсы болса, одан кейін Қазақгаз деген компания бар, КТЖ, басқа да компаниялар осы жекешелендіру бағдарламасының ішінде. Негізінен не үшін жасаймыз, иә, соның бәрін. Жекешелендірудің, мен әрқашан айтам, түрлі тәсілдері бар. Мысалы, жекешелендіру, мен сізге сатып жүре аламын, иә, тек қана сізге, немесе тендер жасай аламын. Ал мынау IPO, SPO деген жекешелендірудің ең ашық тәсілдері. Себебі IPO арқылы барынша көп азамат сол компанияның инвесторы бола алады, иә? Яғни біз көп деген инвесторларға жол ашамыз. Компанияның жұмысына бірақ акцияң аз болса әсер ете алмайсың ғой, солай емес пе? Жалпы оның стратегиялық бағытын әсер ету үшін қанша пайыз болу керек адамдарда? Мысалы, 10%-дан көп 10% болса, онда сіз үлкен акционер деп саналады, иә, сонда мысалы өз тұлғаңызды директорлар кеңесіне ұсына аласыз, иә. Бірақ сізде енді 10% үлкен, мысалы, тек қана 3-4 акция болса да, оған байланысты емес. Егер акция нарықта болса, компания нарықта болса, нарықтың бағасы белгіленеді, иә? Сіз көріп отырасыз, мысалы, Кигоктың бағасы қазір 1530, ертең мысалы 1800, иә? Көріп отырасыз, ол бүкіл халық көріп отырады. Егер акцияның бағасы өсіп жатса, яғни компанияның менеджменті дұрыс жұмысты жасап жатыр деген сөз, иә? Яғни компания дұрыс бағытта келе жатыр. Ал егер түсіп жатса, яғни компания мүмкін қандай да бір қателіктері бар, иә? Сол нарықтағы компания көз алдында, иә? Сол қалай менеджменті жұмыс жасап жатқанын бәрі көз алдымызда тұр. Сондықтан да сол нарыққа шығу бұл ең біріншіден осы ашықтықты көрсетеді. Ашықтық, иә. Бірге өсейік дейсіз ғой халықпен. Иә. Енді электр энергиясын тасымалдау желілерін айтып жатырмыз ғой. Бұл жерде риск деген тағы бір сұраққа қайта айналып соғайық. Енді бізде ескірген инфрақұрылым өте көп. Электр энергиясын тасымалдау желілерінде жиі апат болады. Кеше Астанада Светоч деген сияқты қарсы шығар, бірақ дегенмен де апаттар жиі болады ғой. Ол проблеманы президент те айтты нақты, иә. Барлығын жөндеу керек, қайта жөндеуден өткізу керек. Акциялардың тұрақты өсуіне бұл қаншалықты әсер етеді? Әрине, тәуекел бар, бірақ, иә, мынау президент айтқан басқа да желілер бұл региональный, жергілікті электр Кигок бұл магистралды, иә, желілер. А мынау региональный бұл, мысалы, кішкентай, олар акиматтың тұғырында, иә, солардың инфрақұрылымы енді онша ескірген шындады, иә, олардың, мысалы, износ дейміз, амортизациясы үлкен. Кигоктың амортизациясына келетін болсақ, ол 50%, 52%. Және де Кигок әр жыл сайын модернизация жасап жатады. Желілерін нығайтады, желілерін ремонт жасап жатады. Солардың бүкілі тарифтің ішінде. Сондықтан да Кигоктың желілері қазіргі кезде, мысалы, бір желі 70 жыл, иә, жұмыс жасайды. Мәселен, иә, қазіргі кезде, яғни 35 жыл жасады, тағы да алдымызда 35 жыл бар. Сол әрдайым ремонттарды жасап отырамыз, және де Кигоктың желілері қазір негізінен жаман емес. А сонда қандай тәуекелдер алады азаматтар? Мына жерде біріншісі әрине ол инфляция егерде осылай жоғары болып тұра берген жағдайда, онда мемлекет тарифтарды ары қарай көтеруге рұқсат бермеуі мүмкін 26 жылдан кейін. Бұл бірінші риск, біз айтамыз, тарифтік рисктер мемлекеттің, біз еткені 2018-де ол рискті көрдік. Инфляция өсіп жатқан кезде, ол кезде түсіріңдер деді, не түсірілді, сол кезде компанияның бағасына ол әсер етті, жаңағы монополистерға олар түсірген кезде. Ол бірінші риск, екінші риск ол жаңағы валюттық риск. Валюталық теңге. Өйткені мына жерде сенің тарифтарың теңгемен аламыз ғой, теңге. Кигок бұл теңге. Бұл теңгелік компания, бұл былай қарасаң примерно депозитқа, теңговый депозитпен салыстырған дұрысырақ болады. Өйткені тарифтары да, табатын ақшасы да бәрі теңгемен болғандықтан, егер де осы геополитикалық жағдайларға байланысты валютамыз құлдыраса, осындай да риск бар. Осы екі рискті ұмытпаған жөн. Түсінікті. Ақшаны әртүрлі көздерде сақтау деген қаржылық сауаттылықтың бір бөлігі бар, иә?
әртараптандыру, диверсификация. Бағдарламаның соңында бір кеңес берейікші. Сіз тек қана жаңағы акцияда ұстамаңыз, тек депозитте ұстамаңыз, әртүрлі. Қалай? Иә, әрине. Қазіргі жағдайда. Қазіргі жағдай емес, ол негізі әр адамның өзінің жеке қаржылық планы болу керек та. И әркім өзінің жеке қаржылық мақсаттарына қарайды. Егер де мысалы саған бір жылдан кейін ол ақша керек болса, онда сен ол ақшамен IPO-ларға, акцияларға сала алмайсың. Оның несі депозитті ғана ұстау керексің. Ал егер де сен жаңа қаржылық мақсаттарың 10 жылдан кейін баланы қазақстандық жоғары оқу орнында оқытамын десең, немесе 15-20 жылдан кейін өзіңнің Қазақстандағы пенсияма керек десең, онда әрине бұл акцияға көбірек үлес берген дұрыс. Өзінің портфеліңді, иә. Мысалы, өзіңнің жасың сенің портфеліңнің консервативті бөлігі болу керек. Ал мысалы 35-тен, 35% депозит, алтын, облигация, сукук секілді құралдарда болған жөн. Ал 65% әртүрлі акциялар, шетелдік, қазақстандық. Сол кезде орталама табатын табысың, иншаллах, қаржылық мақсаттарыңа жетуге көмектеседі. Сол үшін акцияны да болашаққа алып қойып, енді жаңа бір сұрақ. Мына жерде бір нәрсе айта кетейін дегенім, мысалы кезінде ең алғашқы 2011-де ме сол бастадым, 2012-де ме ең бірінші осы жеке тәжірибеңіз Казтрансойл, мысалы Казтрансойл акцияларына 2012-де Казтрансойлдан бастадым. Ары қарай 15-16 жылдан кейін шетелдік нелерге шыға бастадым. Мына қазақстандық SPO, IPO-ларға қатысу арқылы бұл сен есікті ашасың да бұл әлемге. Алғашқы рискі азырақ, өйткені шетелге сразу үлкен ақшамен кірген, ол әрқашанда үлкен риск. Сен басында осы тәжірибе жинау керексің да, осы мысалы мына жердің білесің, Кигоктың артында мемлекет тұр. Мына жерде барлық брокерлар комиссияларын алып тастады, табыс алып тастады. Комиссия жоқ қой. Комиссия жоқ. Қана Freedom'да комиссия бар, басқалар мен айтқан 4 үлкен брокерлер комиссияларын алып тастады. Комиссиялар жоқ болғаннан кейін мына жерде өте ыңғайлы, өйткені мен бастаған кезде комиссиялар үлкен болатын еді. Қазір бір бастап көрген дұрыс та, ары қарай сен өзіңнің ақшаңды тіккен кезде не болады? Білімді тез жинай бересің да, сосын келесі мысалы 1-2 жылдан кейін тәжірибе жинап шетелдік акцияларға ары қарай шығасың. Түсінікті. Рахмет сіздерге. Енді не деп айтамыз? Қазақстандық компаниялардың тұрақты өсетін акцияларын алыңыздар. Кигок акциялары 2 қарашаға дейін сатылады. Сағат 18:00-ге дейін. 18:00-ге дейін. Үлгеріңіздер, тұрақты табыс көзіне айналдырыңыздар, қаржылық сауаттылықты бірге арттырайық. Сіздерге рахмет келгендеріңізге. Рахмет. Рахмет. Сау болыңыз. Аман сау болыңыздар.